Najib Әкей Далян ағадан шыққаннан кейін өзінің артынан әлгі адамның келе жатқанын байқайды. Нәйіл болса, қашан әкелесің деп, бар зияның артынан тағы бір адам жібер, көмегі тиіп қалар деп, тағы бір кісі жібереді. Сонгүлдің сөздерінен кейін Илкнур Сахинаға қарап ойланып отырады. Сен де өсіп қалыпсың ғой, сені заң факультетіне түсіп еді деп алыс шығып кетіпсің, апама жездемсай болыпсыңдар ағаң екеуің дейді. Белген сағатқа қарап тұрып бір жерге шығып кетеді. Осының бір ойлағаны бар. Аднан Фарида мен Махир Қара екеуі жүретін сияқты. Фаридадан ол туралы сұрағанымда ол қобалжып кетті деген кезде Мехмет Сайын мырза дәлелде, сөзбен емес іспен дәлелде, және бұны бүкіл әлемге жария ет дейді. Егер Фарида бір қателігін қайта-қайта жасай беретін болса, онда ол өз жазасын алсын дейді. Тұрғыт Махирға, егер түрмеде шіріп өлем демесең, онда мені жібер деген кезде Махир, өлетін болсақ, онда бірге өлеміз деп кетіп қалады. Айтын Фаридаға Тұрғыт тірі ма деп жүгіріп келеді. Ал Фарида болса, я дегенде Айтын есінен танып құлап қалады. Najib Әкей келіп Бюлентке рахметін айтып, ол өз жөніне кетеді. Сөйтіп Бюлент Najib Әкейден ұрлаған аяқ киімдерін бір қарап алып кетіп қалады. Бюлент кеткен соң Najib Әкей сыртқа шығып қарағанда әлгі адамның тұрғанын байқайды. Сөйтіп дүкенін жауып, бір жаққа қарай кетіп бара жатады. Айтын есін жиып, Тұрғыт тірі ма, бұл қалайша болған, ол өлді емес па дегенде Фарида да, я, өкінішке орай ол да тірі дейді. Ал Суна кеп екеуіне көмектесіп жатады. Сөйтіп Айтын, мен қолдарымды жуып келейін деп сыртқа шығып кеткенде Суна, осы Тұрғыт пен Айтынның ортасында бір нәрсе бар. Тұрғыт Айтынге бір нәрсе істеген және қорқынышты бір нәрсе. Қарада тұр, осы рас болса, менің Суна атым өшсін дейді. Najib Әкей келе жатып бұрылып кетеді. Оның арқасынан келе жатқан Зия да енді бұрылай берген кезде Najib Әкей Зияны ұстап алып, сен кімсің, кім жіберді, менің артымнан не үшін аңдып жүрсің деп, оның қаруын алып, оны Далян ағаның кеңсесіне қарай әкеле жатады. Бұларды Наилдің екінші адамы байқап қалады. Фариданың кеңсесіне Белген келеді. Барлығыңызға сәлем, бірақ менің сенде шаруам бар дейді. Сөйтіп Махирдің қанша уақыттан бері жоқ екенін айтады. Ол жерде Айтын мен Белген екеуі де сөзге келісіп қалады. Сөйтіп Айтын өзінің жоспары бойынша Махирді жоқ деп Фаридаға айтып кетеді. Najib Әкей ұстап алған Зияны Далян ағаның кеңсесіне әкелген кезде Далян аға Зияны бірден таниды. Бұл Наилдің оң қолы ғой деп, қазір білеміз ол сені не үшін аңдып жүргенін деп. Наилдің екінші адамы Зияны ұстап әкетті деген кезде Наил, адамдарды алыңдар да Далянның кеңсесіне барып, Najib Әкейді ұстап әкеліңдер деп бұйрық береді. Махир Тұрғытқа, егер өзіңнің Тұрғыт екеніңді мойындамасаң, мен сені қинауды одан әрі жалғастырамын дейді. Сөйтіп суық су толған шелекті әкеліп, оның аяғын салады. Басынан да кружкамен суық су құяды. Тұрғыт әбден қиналып, тоңып, Фарида Ясинға келіп, Махир жоғалып кетті. Мүмкін ол Тұрғытты ұрлап, оны қинап өлтіріп тастасашы деп. Ал Ясин бұны қайдан білдің дейді. Сөйтіп екеуі Махирді іздеуге шығады. Аднан прокурор бір журналисті жалдап, Махир мен Фариданың суретін беріп, екеуінің бірге жүргендерін маған суретке түсіріп әкеп бересің деп оған ақша береді. Хан Зехра екеуіне бір үйді жалға алады. Ал Зехра болса, менің осындай үйімде болмапты, оның ішінде бөлмемде болмапты, және жататын төсегімде болмапты деп Орханды құшақтап, оған рахметін айтады. Зияда не үшін мына кісіні аңдыдың деген кезде, Наил аға бұл кісіні аңдып өзінің алдына әкелуімді бұйырды дейді. Фарида мен Ясин Тұрғытты іздеп оның үйіне келеді. Есікті оның үй қызметшісі ашып, Қорқыт мырза жоқ, таңертеңгісін оны өткендегі сізбен бірге келген кісі алып кетті. Біз полиция шақырамыз деп едік, оны қару-жарақпен қорқытты дейді. Наилдің адамдары келіп, Далян ағаны байлап, ал Najib Әкейді алып кетеді. Фарида мазасызданып, Махир Тұрғытты өлтіріп тастаса қайтеміз деп жатқанда, сол кезде Ясиннің рациясынан полициялар Махир Қараны ұстауға бұйрық түсті деп мекен жайды хабарлап жатады. Илкнур үйден шыққанда, сыртта тұрған Сейістің адамына барып, мені Сейіске апаршы дейді. Қалтырап дірілдеп отқан Тұрғытқа жан ашып Осман, аға мүмкін жетер, мына өліп кететін болды ғой деген кезде Махир, өлсе өле берсін, бұл албасты көп адамдардың қаны ішіп өмірлеріне балта шапқан. Ал енді сұрап көрейік, мүмкін өзінің аты жөнін айтар деген кезде
Тұрғыт: Қорқыт өлмес, менің атым Қорқыт өлмес деп қайталай береді. Махир одан сайын жынданып, мен Тұрғытпын деп айқайламағанша сен жарыққа шықпайсың дейді. Неждет келгенде қол-аяғы байлаулы Далиян ағаны көріп, біресе таңырқап, біресе күледі. Сізге не болған? Жігіттеріңіздің жатысы анау деп. Сізге бір өтініш айтуға келсем, көмек сұрап, өзіңізге көмек керек екен ғой деп келеміз деп. Сөйтіп Далиян ағаға, егер маған көмектессең, онда мен сіздің қол-аяғыңызды шешемін дейді. Сөйтіп айтынге барып айтыңыз, сахнаға шығып ән айтпасын деп. Ал Далиян аға болса келіскендей боп, оның аяқ-қолын Неждет босатқан кезде Далиян аға өзің кетші арман деп кетіп қалады. Неждет Далиян ағаның соғынан қарап, қарай гөр өзің қайда жүгіріп кетті екен деп оның орындығына отыра кетеді. Нәжип әкейді Наилдің шеберханасына ұстап апара жатқанда, жолда басқа көлікпен кетіп бара жатқан Илкнұрды көріп, Нәжип әкей таңғалып қалады. Илкнұрдың келгенін көрген Сейіс, мен сені келгенде өте қуанып кеттім дейді. Мен сені қолдаймын және қорғаймын және өле-өлгенше сүйіп өтемін. Өз патшайымым сияқты сені сыйлаймын дейді. Аялап, алақаныма салып, өле-өлгенше сүйіп өтуіме рұқсат берші дегенде Илкнұр басын шайқап я дейді. Сөйтіп екеуі құшақтасады. Бülent болса Нәжип әкейден ұрлаған аяқ киімдерін сатып жүреді. Сөйтіп бір әпкеге бір аяқ киімін сатып мәз болады. Ол кісіді ұрланған ба деген кезде Bülent жоқ, қолдан жасалған дүкенімізде басқасы да бар деп бір аяқ киімді сатып жібереді. Сейіс, менің жүрегімде үміт әрі қорқынышта болды. Саған деген сезімдерім шынайы деген кезде Илкнұр, әңгіме сенде емес, менің әкемде дейді. Ағама, әкеме айтып, олардың рұқсатын алуым керек дейді. Барлығы саған қарсы шықса да, мен сені әрдайым қабылдап, әрдайым күтемін дейді. Ясин мен Фарида рациядағы хабарлаған мекенжай бойынша келеді. Ол жерге полиция мен сонымен қатар қауіпсіздік басқармасының бастығы Селим да келеді. Сөйтіп олар Махирді ұстап әкетеді. Осман мен Махирді полиция ұстап әкетеді. Ал бұның барлығын Фарида шеттен бақылап тұрады. Сөйтіп үсті-басы қан-жоса болған Тұрғытты да ауруханаға алып кетеді. Бұның барлығын, конечно, Белген бақылап тұрады. Осыдан алдын Тұрғыттың үйінде Белген екеуі құрған жоспарлары бойынша Махир Тұрғытты алып кеткеннен кейін, тура 4 сағат өткеннен кейін Белген қауіпсіздік төрағасының Селимге барып хабарлауы керек еді. Одан кейін Фаридаға хабарлауы керек. Жоспар бойынша полиция ұстап әкеткенде Фарида бұны барлығын көріп тұруы керек. Яғни Махирдің қандай хайуанға айналғанын, ал Тұрғыттың үсті қан жоса болып, одан таяқ жегендерін. Әрине бір Тұрғыт пен Белгеннің жоспары болған. Махир Тұрғытты алып кеткеннен кейін Белген олардың ізінен аңдып, қай жерде екенін біліп алған. Полиция Махирді ұстап алып кеткеннен кейін Белген келіп, не болды деп, ондағы тұрған адамнан сұрап жатқанда Далиян аға да келеді. Белген Далиян аға қарап, біз Махир екеуміз серіктеспіз, мен Махирдің барлық сырларын білемін дегенде Далиян аға, Нәжип әкейді Наил аға ұрлап кетті дейді. Нәжип әкейді тұтқындап ұстап әкелген кезде мені балам құтқарады дейді. Ал Наил болса, онда Махир үлкен дуалдан секіріп, темір торды бұзып, қолындағы кісенді шешіп, сені менен құтқаруға келетін шығар дейді. Ал Фарида болса, Тұрғытқа келіп, сені қорқытуға мәжбүрмін деген кезде Тұрғытта, қолыңнан келсе менің Тұрғыт екенімді дәлелде деген кезде Фарида, өзіңнің Тұрғыт екеніңді мойындайсың ба дейді. Ясин Махирға келіп, неге бұлай жасадың деп жатқанда, Махирда бұның бәрі оның жоспары болды. Менің аяқ қолымды матап, осы темір торға қамау еді дейді. Сол кезде Белген келіп, Нәжип әкейді Наилдің адамдары ұрлап әкетті деген кезде Махир темір тордың ар жағында әке деп айқайлайды.